Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, мөлдір бұлақтай кәусар жырлары мен жүректерге ұялаған көрнекті ақын Қастек Баянбайға 85 жыл. Балалар ақыны болу үлкен бақыт. Себебі бала өзінің сәби кезінде оқыған жырларын көкірек сарайында кіршіксіз таза күйінде сақтайды. Ақын өлеңі сәби жүрегінде ескірмес сурет болып қалады. Балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын әрі аудармашы 1936 жылы 15 қарашада Талдықорған облысының Талдыбұлақ елді мекенінде дүниеге келген. Шетелдің талантты белгілі ақындарын қазақша сөйлеткен қазақ ақыны. 2 томдық орыс ақындары антологиясының белсенді аудармашысы болды. Өз шығармалары да болгар және жақын шетел тілдеріне аударылды. Қастек Баянбай балалар поэзиясына кездейсоқ келмегені анық. Мектеп қабырғасынан өлең жаза бастады. Ақын ірі тақырыпты қозғап, үлкен сезімді оятарда сәби жүрегіне сырласу арқылы жол шегеді. Ақын шығармашылығының қай-қайсында ұлы адамның жаны бейнелі образы бар. Ақын жырларын одақ оқырмандары да оқып үлгерді. 1979 жылы қолшатыр көтерген 10 батыр өлеңдер кітабы жарық көрді. Бұлардың бәрі де балғын оқырмандардың ыстық ықыласына бөленді. Ақынның киіз үй әңгімесін тыңдай отырып, қазақ халқының көне баспанасымен таныс болыңыздар. Қастек Баянбай, киіз үй. Атам менің айбынды, атам менің сүйікті, бір қойнауға шалғынды, киіз үйін тігіпті. Алдымдағы арнаулы шопан үйі дөңгелек, ақша бұлттан аумайды, қонақтаған жерге кеп. Әрі жарық, әрі кең, ақ сарайдай бұл бөлме, жасаумен, сәнімен қызықтырды кіргенде. Алашаның жердегі ашық екен өрнегі, текеметтен төрдегі көз айырғым келмеді. Көрінетін көк аспан, құйылатын күн нұры, терезедей кең ашқан төбедегі түндігі. Керегеден күн ұзын, еседі тау самалы, кешке қарай киізін қайта жауып алады. Асыр салып ойнауға, осы екен дұрысы, тәртіп бұзып қойғанда, жоқ тұрғызар бұрышы. Сүйікті ақыны 85 жасқа қараған шағында өмірден озса да артында өлместей мұра қалдырды. Ақын шығармасынан жақсы мен жаман атты өлеңіндегі жағымды жағымсыз әрекеттерді тауып көз жапырағын толтырайық. Балалар, жақсымен дос болып, жақсыдан үйренейік, ал жамандықтан аулақ жүрейік.